Қазіргі ақпарат ғасырында адамдар тек жаңалық естіп қоймай, шынайы әңгіме тыңдағысы келеді. Теледидар экранынан тыс қалған терең ойлар, күлкі мен шынайы мойындаулар қайда жасырынған? Әрине біздің арнадағы подкаст зонада. Бұл алаңда біз кімдерді көре аламыз? Спорттың сыртындағы қатаң тәртіппен, жеңістің артындағы қажырлы еңбекті білгіңіз келсе, бокстан ұлттық құраманың экс-бас бапкері Мырзағали Айтжанов пен спорт саласының өкілі София Берульцева біздің төрімізде қонақта болды. Олар спорт әлемінің айтылмай жүрген сырларын ақтарды. Ұялып қалатын жеріміз бар, әрине. Бұзықтығы да, еркелігі де бар. Соны қоя алмай жүр әлі. Бұлайша спортта әрине үлкен жетістіктерге әлі де жетер еді сол кезде, бірақ ерте қойып кеткен. Ал жан дүниеңізді түсініп, ішкі сұрақтарға жауап іздесеңіз, білікті психолог Гүлжан Бероцкаямен болған терең сұхбат сіз үшін. Қазіргі таңда заман талабы деуге болады, подкаст алаңын әрбір телеарна болсын, YouTube арнасы болсын, немесе әлеуметтік желіде дәл осы подкаст алаңын ұйымдастырып, түрлі сұхбаттар жасап жатады. Елдің барлығы жаңағы үйреніп қалған подкасттан өзгеше деп айтуға болады. Өйткені біз хайп іздемейміз, және де бұл подкастта түрлі психологтарды, түрлі коучтарды жарнамаламаймыз, және де түрлі кеңестерді де бермейміз. Бұл алаң біз үшін халыққа ой тудыратын, жаңағы үлгі болатындай түрлі азаматтарды сұхбатқа шақырып, дәл осы жерде қызықты бір жобаны ұйымдастыру біздің негізгі мақсатымыз, және де бұл жобаның алдына қойылып отырған талап та сондай. Қазіргі таңның өзінде бір қатар азаматтардан сұхбат алып үлгердік. Сұхбат алаңымыз жуырда дайын болды. Оған дейін жаңағы өзге жерлерде жазып жүрдік, бірақ жоба сол бір. Мырзағали Айтжановты интервью алдық, София Берульцева Олимпиада ойындарының жүлдегері каратэ-додан, және де кәсіби мамандардан интервью алдық, және де өзекті тақырыптарды көтеріп отырған азаматтарды сұхбатқа шақырып отырмыз, және де қазіргі таңда оның барлығы дайындалу үстінде. Алдағы уақытта біздің көрермендеріміз дәл осы алаңда қызықты, түрлі танымды, мәліметке толы, сондай бір жақсы дүниені көре алады деген ойымыз бар, жоспарымыз бар. Негізінде подкасты барлығы оңай дүние деп ойлайды, оңай дүние деп қабылдайды. Өйткені қазіргі таңда жаңа айтып өттім ғой, хайп іздейді деп, болмаса жарнама көзі ретінде қолданады да, әсіресе әлеуметтік желілерде. Бірақ біз телеарна болғаннан кейін біздің арнамыз кең, және де жасайтын дүниелеріміз әлеуметтік желіден де оларға қарағанда өзгеше болу керек болғандықтан, өйткені біздің алдымызда талап күшті. Ең бастысы біз қоғамдағы өткір әлеуметтік мәселелерден де тыс қалмаймыз. Елімізде қызу талқыланған сталкинг тақырыбында көтердік. Студиямыздың қонағы болған адвокаттар мен қоғамда резонанс тудырған істердің бірі Нұрай Серікбайдың жақындары мен адвокаты келіп, әділдік іздеу жолы мен заңның әлсіз тұстарын ашық талқылады. Ескіріп кеткен мақалдар, мәтелдер көп. Ұзатылып жатқан қызға тілек айтып, батқан жеріңде тастай батып судайсың деп. Мен осы мақалдармен мен қазір келіспеймін. Стереотиптерді бұзатын, көңілге ой салатын әрі пайдалы подкасттарды жіберіп алмаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Өйткені бізде ең маңызды тақырыптар мен шынайы әңгімелер айтылады.